Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып дүниежүзі тарих пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдау орындайтын боламыз. Тақырыбымыз 20 ғасырдың екінші жартысындағы батыс елдерінің даму ерекшеліктері. Бұл бізде оқу жылынан бастап 5-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы болып есептелінеді. Алдымызда тақырыбымыз, оқу мақсатымыз, бағалау критерийлері белгіленген. Бірінші тапсырмада Швеция экономикасы моделі негізін қалаушы тұлғалар жазатын боламыз. Екінші тапсырмада 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Швеция экономикасы үш ерекшелігін жазамыз. Үшінші тапсырмада Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияны өзара бөліске салған мемлекеттерді картада белгілейміз. Және төртінші тапсырмада Герман әлеуметтік нарықтық шаруашылығына қағидаларын жазатын боламыз. Алдымызда бағалау критерийі берілген, 4 тапсырма, дискриптиві берілген, барлық балл, шәкіл балл жинау қажет, бізде 13 балл жинау қажет. Құрметті оқушылар, онда біз өз жұмысымызды бастайық. Бірінші тапсырмада Швеция экономикасы моделі негізін қалаушылар тұлғалар жазайық. Ол бізде әрине Карл Густав Кассел белгіленген, Кнут Виксель белгіленген, және Дэвидсон белгіленген, құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, шведтік моделдің тағы бір маңызды белгісі ол әлеуметтік теңдікке ұмтылу. Мұнда тегін немесе қолжетімді білім беру, сапалы медициналық қызмет, зейнетақымен қамтамасыз ету, барлық азаматтардың өмір сүру деңгейіне тең құқығы, бұл 1980 жылы мұны саясат жүргізген елдер әл ауқатты мемлекеттер деп аталды. Швеция осы ұғымның классикалық үлгісі болды. Шведтік модель ұғымының пайда болуы 60-шы жылдар соңына пайда болды. Ол экономиканың жылдам өсуі байқалды, әлеуметтік реформалар табысты жүргізілді, халықтың өмір сүру деңгейі едәуір артты. Бұл жағдайда көптеген зерттеушілердің назарын аударып, Швециядағы әлеуметтік экономикалық дамудың ерекше жолын жеке модель ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Шведтік модельдің басты ерекшелігі мемлекеттік әлеуметтік саладағы белсенді рөлі. Мемлекеттік барлық азаматтарға әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктерді қамтамасыз етеді. Денсаулық сақтау, білім беру, зейнетақы жүйесін толық немесе басым түрде қаржыландырады. Халықты әлеуметтік қорғауды өз жауапкершілікке алады. Осы мақсатта мемлекет кәсіпкерлік табыс пен жеке табысқа жоғары салықтар белгілейді. Жиналған салықты әлеуметтік қызметтерге қайта бөледі. Нәтижесінде қоғамда барлық азаматтардың өмір сүру деңгейіне тең қолжетімділік қалыптасады, ал әлеуметтік теңсіздік айтарлықтай азаяды. Соғыстан кейін Швецияның ерекше белгісі еңбек пен капитал арасындағы ымыра. Кәсіподақтар өте күшті болды, кәсіпкерлер ұйымдарға жақсы ұйымдастырды, жалақы төлеу мәселелері орталықтанған ұжымдық келіссөздер арқылы шешілді, кәсіподақтар жұмысшылардың әртүрлі топтар арасындағы ынтымақтастық қолдады, әлеуметтік тұрақтылыққа ықпал етті. Осының арқасында қоғамда әлеуметтік қақтығыстар азайды, тұрақты даму қамтамасыз етілді. Құрметті оқушылар, бұл шведтік модельдің басты ерекшеліктері. Екінші тапсырмада 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Швеция экономикасының үш ерекшелігін жазамыз. Бұның бірінші тегін немесе қолжетімді білім беру, сапалы медициналық қызмет. Екінші, барлық азаматтардың өмір сүру деңгейіне тең құқы және зейнетақымен тең қамтамасыз ету жазуға болады. Тағы да қосымша, құрметті оқушылар, жазуға болады. Үшінші тапсырмада Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияда өзара бөліске салған мемлекеттердің картада белгілейміз. Алдыда бізде карта белгіленіп тұр, соны біз белгілеп, қандай мемлекеттер өзіне бөліп алғанын соң қарастырайық, құрметті оқушылар. 1946 жылы 2 желтоқсанда Ағылшын және Американ аймақтары біріктірілді. 1948 жылы оған француз аймағы қосылып, 3 аймақ құрылды. 1948 жылы КСРО-ның бұрынғы одақтастары Батыс Герман маркасын шығарды. 1949 жылы олар осы мемлекетке арналған конституцияны жасады. Батыстағы басқыншылық 3 аймақтың аумағында жекшілік мемлекет Германия Федеративтік Республикасы ГФР құрылды. ГФР-ның уақытша астанасы Бонн қаласы болды. Парламент Бундестаг деп аталатын төменгі палатадан және Бундесрат деп аталатын жоғары палатадан тұрды. Батыс Герман үкіметін Конрад Аденауэр басқарды. Құрметті оқушыларына Германияны соғыстан кейін бөлген көріп отырсыздар. Мына қызылмен белгіленген ол КСРО, кейін жаңа біз біріктіріліп отқаны ақш және ұлыбритания және француз және біз айтып кеттік, ол барлықтары біріктірілді. Енді келесі тапсырма бізде, құрметті оқушылар, келесі бізде тапсырма Герман әлеуметтік нарықтық шаруашылығына қағидалар жазатын боламыз. Бұл әрине бізде Людвиг Эрхардтың және әлеуметтік нарық шаруашылығының үлгісімен тікелей байланысты, құрметті оқушылар.
Бұнда Германияның экономикалық дамуындағы бетбұрысты айқындай алатын алғы шарттар басты үш аймақтың орталық аумақ құру және Маршалл жоспары бойынша батыстық аймақтарды көмек бағдарламасы енгізу арқылы Германия шаруашылығын қалпына келтіретін одақтастың саяси мүддесін көрсету болды. Германиядағы ақша реформасы Германияның батыс аймақтарында 1948 жылы 20 маусымда басталды. Оның басты міндеті ақшаның құнсыздануын азайтуға және ақшаның шаруашылық айналымындағы рөлін қалпына келтіруге бағытталған. Нақты пысықталған тұжырымға сәйкес бірыңғай құнды қағаздар ақша шығарылатын орталық неміс жерінен банкі құрылды. Эрхард тұжырымдамасына сәйкес мемлекет мүгедектерге, жетімдерге, көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге көмек көрсетуге тиіс болды. Экономикалық даму кезінде жұмыс күшінің жетіспеушілігіне байланысты елге оңтүстік, шығыс Еуропада жұмыс іздеушілердің кіруіне рұқсат етілді. 1970 жылдарында ортасында елде олардың саны 4 миллионға жуық адамды жұмыс күшінің 11%-ын құрады. Құрметті оқушылар.